Сонымен, құрметті жас дос, мен сізге Наймандар мемлекетінің саяси тарихы туралы мәлімет бермекпін. Егер есіңізде бар болса, Найман мемлекеті қай ханның тұсында күшейді деген сұрақ келген жағдайда, мен сізге инач Билге немесе Білге хан тұсында деп жауап беріңіз деген болатынмын. Білге хан дүниеден өткеннен кейін оның мемлекетінде, яғни мына Наймандардың мемлекетінде ішкі қырқыс күшейді, яғни билікке оның екі баласы таласты. Олар кімдер деген сұрақ келген жағдайда, Білге ханның баласы Бұйрық хан мен Даян хан. Енді екеуінің арасында мемлекеттік саяси билікке талас басталды. Ал енді осы Білге ханның баласы Даян хан Наймандардың далалық өлкесінде билік жетсе, ал екінші баласы Бұйрық хан Алтайдың Қара ертісіндегі Арунгу маңында мекендеді, яғни иелік еткен жері сол. Алтайдың Қара ертісіндегі Арунгу маңындағы мекенді иелік етті. Яғни Наймандардың әлсіреуін күтіп отырған, осы кезеңде күшейіп келе жатқан Моңғол мемлекетінің билеушісі Шыңғыс хан, керейлердің билеушісі Ван хан Найман мемлекетіне шабуыл жасап, Бұйрықты тас-талқан етіп жеңеді. Енді құрметті жас дос, көңіліңізді бөліңіз. Бұйрық хан кімдердің шабуылынан әлсіреп жеңіліп қаза болды деген сұрақ келген жағдайда, Шыңғыс хан мен Ван ханның шабуылынан деп жауап беріңіз. Ал енді Моңғол билеушісі Шыңғыс ханның күшейіп келе жатқанын сезген қырғыз, меркіт, Наймандар 1201 жылы бірігіп, үлкен құрылтай өткізді.